Ассаламағалейкум барша мұсылман бауырлар. Ассаламағалейкум тұтас Қазақстан халқы. Құрметті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы және бас мүфти. Құрметті Қазақстан діни істер комитеті және осы дін айналасында, дін саласында жұмыс істеп жатқан барша үлкенді кіші аға бауырлар. Сіздерге үлкен өтініш. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, қазақ азаматы ретінде, бір қарапайым мұсылман ретінде сіздерге өтініш. Мынау коронавирус бүкіл әлемге үлкен қауіп төндіріп тұр. Одан өліп жатқан адамдардың саны күн санап артып бара жатыр. Медицинасы дамыған, қаржылық әлеуеті үлкен. Батыс елдерінің өзі коронавируста қазір шарасыз, дәрменсіз қалды деп отыр. Ал біздің мемлекетіміздің медицинасы қалай екендігін, қаржылық әлеуетіміздің қандай екендігін баршаңыз білесіздер. Ендеше осы коронавирусқа байланысты батыс елдері қолданып жатқан шараларға сай бізде өзіміз тиісті шараларды істесек деген үмітпен сіздерге өтініш айтып отырмыз. Себебі дәл қазір осы коронавирус туралы тұтас Еуропа үлкен қауіп астында қалды. Бұл коронавирус тубаста Қытайдан, Ухан қаласынан таралғанымен Қытай компартиясының ақпаратты жасырын ұстауына байланысты тұтас адамзат дәл қазір бұл туралы толық деректерді Қытайдан ала алмай тұр. Бұны Американың басшысы президенті Дональд Трамп та, мемлекеттік істер бас хатшысы Майк Помпео да, тіпті Еуропа елдерінің басшылары да Қытайды коронавирус туралы ақпаратты жасырын ұстап отыр деп сан мәрте сындаған болатын. Осы коронавирус екінші кезекте Иран мемлекетіне тарады. Қазір Иран мемлекеті өте қауіпті жағдайда. Адамдардың бұл коронавирустан өлім-жітім оқиғасы да үздіксіз тіркелуде. Ал үшіншісі коронавирустан Корея мемлекеті. Медицинасының дамығанына, қаржылық әлеуетінің зор екеніне қарамастан, бұл мемлекетте коронавирустан өлушілер мен жұғымдалушылардың саны өте көп болып тұр. Ал одан кейін тұтас Италия кетті. Италия қазір тұтас мемлекет құрсауланып отыр. Тұтас мемлекетте карантиндеп отыр. Басында солтүстік аймақтарын құрсаулаған болса, карантиндеген болса, енді басқа аймақтарды құрсаулауға көшті. Ал өздеріңізге белгілі, күні кеше ғана Рим папасы бүкіл жексенбі күнгі болатын ашық құлшылығын тыйым салып, интернеттегі онлайн құлшылық жобасына көшті. Яғни ол кісі жексенбі күнгі жасайтын құлшылығын тікелей эфирден интернет арқылы және телеарна арқылы таратты. Ал біздің мұсылмандардың қасиетті қаласы Меккедегі және Мединедегі қасиетті орындар, мешіттер қазір күні түні жаңағы дезинфекциялап жатыр. Ол арада стерилизация жүріп жатыр. Тіпті қағбаның өзін алыстан қоршап қойып, адамдарды қағбаны тіке барып сипауға тыйым салып тастады. Бұл да біздің мұсылман әлеміндегі осы коронавирустан болған, тарихта болмаған құбылыс болса керек. Оны батыс ақпараттар BBC-дің өзі ағылшынша ақпаратында жазды. Яғни қағбаны қаратасты барып қолмен сипауға тыйым салып, оны үлкен шеңбер жасап, алыстан қоршап тастап отыр. Бұл мұсылман тарихында бұдан бұрын болмаса керек деп батыс ақпараттар жазады. Ал ислам тарихында қағбаны бұлай қоршап тастау болды ма, оны дін саласындағы жүрген сіздер анық біледі деп ойлаймын. Қалай болмасын, қазір сіздерге батыс ақпаратындағы кейбір ақпараттарды аударып жеткізуге мәжбүрміз. World Meters Info сайтында жарияланған коронавирус туралы ақпарат бойынша бұл COVID-19 вирусы қазір 124 мемлекетке тарады. Естеріңізде болса керек, ең алғаш осы коронавирус туралы дабыл қаққанда бұл ең алдында Қытайда болды, артынан біртіндеп басқа елге тарады. Сосын жаңағы Италияда, Иранда пайда болды деп аз-аздан айта бастады. Одан ойбай 30 елге тарады, одан 70 елге тарады деп ақпараттарды жариялап отырдық. Міне дәл бүгін 124 елге тарады деп хабар келіп отыр. Енді онымен бірге жаңа бір халықаралық International Convention, яғни Diamond Princess кемесін қосқан кезде бұл 124 және бір халықаралық жылжымалы құрылғы да тарап отыр. Сіздерге айтайық, өлім-жітім саны Қытайда 80.796 болды. Оның ішінде жаңа тіркелген 18 оқиға,
Ал өлім 3169 дейді. Жаңа өлім осы бірнеше сағат бұрынғы өлім 11 деп отыр. Енді ары қарай Италия. Бұл ең жоғарғы ошақ болып тұр. 12462. Бұнда өлім 827. Көз алдарыңызға елестетіңізші. Италия қандай бай, қуатты ел. Сол жердің өзінде қазір өлім 827-ге жетті. Иран 9000 оқиға тіркелген, өлім 354 болып отыр. Ирандағы бұл оқиғаның тағы бір себебі, бұлар жаңағы Иранның басым көпшілік халқы ұстанатын Шиа мазхабында олардың бір қасиетті деп білетін бір құлшылық жасайтын жерде бір нәрсені тілмен жалайтын бір рәсімдер бар екен. Оны да ағылшын тілді ақпараттар жазды. Қазір сіздерге оны да оқи кетейік. BBC жазды. BBC жазды. Қазір BBC-ден аударайық. Қазір яғни бұл осы ақпараттардың барлығы жайдан жай дүние емес. Сондықтан біз осы жерде сақтану дейтін мәселені қолға алайық. Сақтану деген мәселені қарайық. There was alarm around the world recently when videos of Iranians leaking Shia shrines were shared on social media дейді. Яғни BBC-дегі осы ақпаратта шиғалардың жаңағы өздері қасиеті деп білетін шринесті, яғни өздерінің бір сүйетін, тілмен жалайтын заттарын жалаған видеосы бүкіл әлем халқын дүр сілкіндіріп отыр дейді. Яғни бұл коронавирустың тарауына осы өздері дұрыс деп білетін сол діни құлшылығының да үлкен себебі болуы мүмкін. Бұл BBC-дегі Is coronavirus coming between people and their faith деген мақала. Бұл 2020 жылдың 10 наурызындағы мақала, авторы Лебо Дисеко және BBC World Service'тен жарияланған. Ағылшын тіліндегі BBC-дің мақаласы, қараңыздар. Енді осының барлығы нені айтады? Осының барлығы біздің кәдімгідей сақтануға тура келетіндігін көрсетіп отыр. Енді міне жерде тағы бір нәрсені айтайық. Бүкіл әлемге әйгілі Колумбия университеті қазір университеттегі барлық сабақтарды алыстан оқытуға ауыстырып отыр. Колумбия университеті. Енді осы Колумбия университеті, Колумбия университеті, бұны бүкіл жер әлем біледі. Осының барлығы осындай сақтыққа ойысып отыр. Біз жаңағы діни христиандарды немесе басқа діни нанымдағыларды айтпай-ақ қояйық. Мысалы, ғылым барлық дінге бөлінбейді. Колумбия университеті бүкіл адамзат тарихында қандай маңызды білесіздер. Осындағы ғалымдардың барлығы қазір университеттегі сабақ беруді алыстан оқытуға ауыстырғанның өзі бұның ар жағында үлкен әңгіме жатқандығын білдірсе керек деп ойлаймыз. Енді сіздерге қазір тағы да жаңағы сан цифрларымызды оқып берейік. Бұның ішінде тағы бізде бір теріс түсінік қалыптасып қалған. Қайдан тарағаны белгісіз, мұсылмандарға жұқпайды деген. Бұл бекер сөз. Мұсылмандарға жұқпайды деген. Бұл енді тағы басқа ақпаратта оқиық. Корея, Оңтүстік Корея 7869 тіркелген оқиға, 114 тыңнан тіркелген оқиға. Оның ішінде осы ақпарат жарияланған кезде 6 адам өлген, жалпы 66 адам өлген. Оңтүстік Кореяның медицинасының қандай екендігін айтпасақ та білесіздер. Әлемге әйгілі Оңтүстік Корея. Енді медицинасы да байлығы да дамып тұрған Францияда 2281 адам тіркелген, 48 өлген. Испанияда 2277 адам, оның ішінде 55-і өлген. Ал Германияда 1966 адам тіркелген, оның ішінде 3-і өлген. Америкада 1329 адам тіркелген, оның 28 осы ақпарат жарияланғанда тіркеліп отырған, ал өлім саны 38. Міне әлемге әйгілі Американың өзінде 38 адам осыдан өлді. Ал сонда біз Қазақстанды ойлайықшы. Бізде Қазақстанда 38 емес, бір 30 адам өлсе де қазақтар үшін ол қаншалықты зор жоғалту. Көз алдарыңызға елестетіңізші. Осы күні кеше қолымызбен, бетімізбен, бір-бірімізді көріп қолымызбен амандасып жүрген сол бауырларымыз алда-жалда
сөйтіп тұтқиыл келген апаттан өліп жатса, соның жауапкершілігі кімде? Ертең Құдайдың алдында, хақтың алдында бұған кім жауап береді? Осыны жаңа ойлайық. Ал жаңа Diamond Princess кемесінде 696 оқиға тіркелген, 7 өлген. Швейцарияда 652 тіркелген, 4 адам өлген. Жапонияда 639 оқиға тіркелген, 16-сы өлген, тыңнан тіркелгені 1 өлім. Норвегияда 629, Данияда 514, Нидерландыда 503, оның 5-і өлген, Швецияда 500, оның 1-і өлген, Англияда 456 оқиға, оның 8-і өлген, Бельгияда 314, 3-і өлген. Енді мұсылман мемлекеті Катар деп айтамыз, бұда 262 адам тіркелген. Яғни 262 адам инфекцияланған, жұғымданған. Аустрия 246, Бахрейн, бұлда мұсылман ел 195, Сингапур, онында біраз қауымы мұсылман, 178, Малайзия, мұсылман ел таптаза, 149 оқиға тіркелген, Аустралия, дамыған елдің біреусі, 139, 11 адам өлген, 3 адам өлген, 11 тың оқиға, Гонконг, 100 оқиға тіркелген, 3 өлген, Канада, 118 оқиға тіркелген, 8 тың оқиға, біреусі өлген. Грекия 99, Израиль, әлемге әйгілі Израиль. Бұл әлемге әйгілі Израильде 97 оқиға тіркелген, қазірше өлім жітім жоқ. Чехия 94 өлген. 94 оқиға тіркелген. Айтпақшы, Чехия менен Грекия қазір осы мектептерді жабу туралы шешім қабылдаған. Ал кешегі ақпаратымызда жарияладық, Вашингтон DC-дің қасындағы бір қалашықта шіркеуді негіз еткен үлкен аймақты тұтасымен карантин деген. Себебі сол шіркеудің өзі, жаңа ғибадатхананың өзі сол осы коронавирустың Вашингтонда тарайтын көзі болуы мүмкін деген күдік болды. Енді ары қарай Исландия 85, Біріккен Араб Әмірлігі 74, ал міне мұсылман ел бұлда 74 адам тіркелген, Куайтта 72 адам жұғымданған, Иракта 71 адам жұғымданған, оның жаңағы өлімі 7. Өлімі 7 болды. Ал Тайландты 70, өлген адам 1, Сан-Марино 69, өлген адам 2, Либанон 68, өлген адам 2, Египет енді барша мұсылманға белгілі, жаңағы өзіміз айтатын Мысыр 67, онда өлген адам 1, Финляндия 65, Индия 62, Португал 61, Слования 57, Бразилия 52, Филиппин 49, Тайвань 48, Романия 47, Сауд Арабия 45. Сауд Арабия, бүкіл мұсылмандар білетін Сауд Арабияда 45 оқиға тіркелген. Сауд Арабияда 45 оқиға тіркелген. Бұл енді үлкен оқиға деуге болады. Ирландияда 43, Вьетнам 39, Индонезия 34. Индонезия жер шарындағы жан саны ең көп мұсылман мемлекеті. Осында 34 адам тіркелген, 1 адам өлген. Польша 31, Палестина 30, Россия 28, Ресей, біз айтатын Ресей 28, Грузия 24. Енді қараңыз, осы Әзербайжанға дейін, Ресейге дейін, Украинаға дейін бәрі шығып жатыр. Қазақстанда коронавирус жоқ дегенге кім сенеді? Кім сенеді осыған? Осыған бір сәби баланы сендіріп көрейікші алдымен. Бүкіл жер әлемді жаулаған коронавирус. Мына көршіміз Ресейден шығып жатыр, көршіміз Ираннан шығып жатыр. Жаңағы мына тұрған Грузиядан шығып жатыр. Айналамыздағы бүкіл елден, Әзербайжанның өзінен бәленбай коронавирус шығып жатыр. Сонда коронавирус қазақтарға болды. Момын бейшара аңқау, өзі бейғам халық екен деп коронавирус бізді айланып тастап қашып өтіп кетеді ғой дейсіздер ма? Сондықтан бұл жерде біз сақтанайықшы. Бауырлар, сақтанайықшы, өзіміз үшін, ұрпағымыз үшін, Құдайдың разылығы үшін, Құдайдың өзінде де сақтансаң сақтаймын деген. Сондықтан міне жерде тағы жалғасты оқиық. Міне Чилида 23, Коста-Рика 22, Аргентина 21, Алжирия 20, бұл да мұсылман мемлекет. Пакистан бұл да мұсылман мемлекет 20, Кротия 19, Оман бұл да мұсылман ел 18, Сербия 18, Эквадор 17, Перу 17, Эстония 16, Албания бұл да мұсылмандар 15, Панама 14, Хунгария, Венгерия 13, Саус Африка, Оңтүстік Африка 13, Мексика 12, бір тың оқиға. Әзербайжан 11, Әзербайжан 11, өзіміздің көрші еліміз. Сол 11 болып отыр, міне сұмдығын айтайын. Так, Бруней 11, бұл да Брунейде ең бай, ең жаңағы тыныш мұсылман елінің біреусі. 11, Макау 10, Латвия 10, Словакия 10, Беларусь 9, кешегі Советтің қамытынан шыққан Беларусьта да шығып отыр, міне. Колумбия 9, Молдавия 8, Бұлғария 7, Афғанстан мұсылман елі 7, Люксембург 7, Норс Македония 7,
Тунис жаңағы 7, Босния Герцеговина 7, Малта 7, Марокко 6, Кипр 6, Доминикан Республикасы 5, Нью-Зеландия 5, Францияға тән Гвинея 5, Парагвай 5, Сенегал 4, Камбодия 3, Литвания 3, Бангладеш, бұл да мұсылман елі, Кедей мұсылман 3, Куба 3, жаңағы Лихтенштейн дейді 3, Матинико 3 дейді, Молдова 3 дейді, Нигерия, бұл да мұсылман елі 2, Шри-Ланка 2, Боливия 2, Буркина Фасо 2, Камерун 2, Чанел Айландс 2, Фаурес Айландс 2, Хондурас 2, Ямайка 2, Сайнт Мартин 2, Андорра 1, Армения дейді. Бұл да сәбеттің елі, білесіздер, қамыттан шыққан. Мұсылман елі Жорданнан біреу, Монакодан біреу, Непалдан біреу, Украина біреу, Украина өзіміздің сәбеттік ел болған кезінде біреу, Бутанда біреу, жаңағы Айвори Коста біреу, DRC-да біреу, Френч Полинезияда біреу, Гибралтарда біреу, Ватикан қаласында біреу, Монголияда біреу дейді, Реунионда біреу, Тогода біреу, Түркияда біреу дейді. Ал енді есептей беріңіз. Осыншама елдері бар, мұсылманы бар, христианы бар, байы бар, кедейі бар. Тіпті анау таудың басында тығылып қалған Бутанға дейін, соғанға дейін барған. Екі-ақ көршісі бар, Монголияға да барған. Сонда шекарамыз аңқиып ашық жатқан, аэропорттарымызда әлі бірде-бір адам маска кимеген. Жаңағы қарапайым бұқара. Халық жаңағы мұсылманға тимейді, қойдың құйрық майонез, қайның жаңағы отқа қақтап ішіп аламыз деп қалың қазақ жүр қамсыз қойсын. Аптека дәріханаларымызда маска жоқ, маска өндіретін цехымыз жоқ. Айналайын, бұл қазақтарды кім аман сақтап қалады? Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, мен сіздерге өтінемін, өтініш айтамын, бір мұсылман ретінде, өзіміздің қазақтарға жан ашыған адам ретінде, сіздер мына ағылшын тілді ақпараттарды біліп отырсаңыздар, міне қазір міне Әл-Жазира осы кеше ғана жарияланды, 7 сағат бұрын тағы жариялапты. Бұл коронавирусты пандемия деп жариялап отыр. Пандемик деп отыр. World Health Organization declares coronavirus crisis a pandemic деп отыр. Енді осы ақпараттардың барлығын қараңыздар. Бұл пандемия өте шұғыл түрде жаңағы тарайтын ауру деген сөз. Ал енді қараңыз, жаңағы мұсылман елдері Катар, Ирак, бұлардың барлығы қазір мешіттерді жаңағы дезинфекциялауды бастады. Дезинфекциялауды, яғни уытсыздандыруды, залалсыздандыруды бастап кетті. Мешітке тұтасымен енді қандай зат сеуіп жатыр білмеймін, аппақ көбікті затын, бүркетін бір спрей сияқты заттарды адамдар тұтас тұмшаланып алып, Ирактың мешіттері, жаңағы мынау ненің мешіттері барлықтары сөйтіп карантиндеп жатыр. Сауд Арабия екі бастан карантиндеп жатыр. Енді осында қазір мен сіздерге соның ақпараттарын жарияламасам да сіздер тауып аласыздар деп ойлаймын. Енді мына Business Insider деген сайтты қарайық, міне Business Insider. Бұнда жаңағы The Middle East is coping with the coronavirus by disinfecting mosques and canceling Muslim prayers дейді. Міне Business Insider. Бұл да әлемге әйгілі веб-сайт. Міне мақала тұр. Business Insider'дағы бұл мақаланың жарияланған уақыты 2020 10 март, өздерінің уақыты бойынша түстен бұрын 12:38. Мақаланың авторы Мек Текман, Фулларда, Элизабет Маккаули and Марк Абади дейді. Енді бұл жерде қараңыз, міне. Міне мешіттегі мына мен үлкейтейін бұл ақпар. The Great Mosque of Kufa temporarily closed its doors to worshippers for the deep cleaning, as the Iraqi government shut schools and cafes and banned large public gatherings. Countries across the Middle East are canceling traditional religious events, forcing many worshippers to decide whether to practice their faith as usual. Мен жаңағы бұлардың мешіттерді дезинфекциялаған видеосын қойып берейін, міне. Мінекей. One of the holiest mosques in Iraq was recently sprayed with disinfectant to help prevent the spread of the coronavirus. The Great Mosque of Kufa temporarily closed its doors to worshippers for the deep cleaning, as the Iraqi government shut schools and cafes and Көрдіңіз ба, бұл ақпарат
Бұл ақпаратты жаңағы сіздерге аудармасақ та араб тілді ақпараттан оқып отыр деп ойлаймын. Бұл Ирактағы үлкен жаңағы мешіттерді дезинфекциялап жатқандығын, тіпті кейбір мешіттер жауып жатқандығы сияқты ақпараттарды айтып отыр жалпы. Енді менің айтайын дегенім, бізде міне тағы жұма келе жатыр. Қазақстандағы мешіттердің ең үлкендерінде 10 мыңға жуық адамдар іші сыртында намаз оқиды. Ары қарай жаңағы ең ауылдағы мешіттерде бірнеше жүз адам, Алматы, Астана сияқты қалаларда, облыс орталықтарындағы үлкен мешіттерде 2 мың, 3 мың адам, ол қалайда былай жиналады ол жерде. Сондықтан бұл мұсылмандар енді осы мешітке барады. Біз мешіттерімізді дезинфекциялап жатырмыз ба? Ол дезинфекциялағаннан ол коронавирус жойыла қоя ма? Оның емі қазір бүкіл жер жүзінде ешкім таба қойған жоқ. Ал осындай жағдайда біз тұтас мемлекетіміз болып, осы мұсылман бауырлар қырылып қалмаймыз ба? Жаңа мешітке барған, намаз оқуға барған мұсылман, ол біреулермен амандасады. Ол кісі қайдан білесіз, докторханада болып, анау Қытайдан, Кореядан келген қытайлармен кәрістерді немесе ирандарды жаңағы құрсаулап, оқшаулаған жердегі сол дәрігерлер жұғымданады екен ең алдымен. Солардан жұғып, одан бала шағасына жұғып, одан мешітке бар, басқа жаңа діндарларға жұқпаймын. Осының бәрінің алдын алу үшін сол адамдар ең көп бас қосатын мешіттердің өзінен біз сақтансақ деген өтінішіміз бар. Әрине, ол үшін діннен шығып кетпеспіз. Енді біз өзі діндегі құлшылықтағы адамбыз. Әрине, мешіттің жабылмағаны жақсы, бірақ сақтық қолданып, ислам тарихында осындай үлкен обалар, індеттер тараған кезде біздің алдыңғы буын жаңа ғұламалар, шейхтар қандай шешім қабылдады, соны зерттеп, бір ауыздан шұғыл түрде бір фәтуа қабылдасаңыздар, бір фәтуа шығарсаңыздар екен дейміз. Мысалы, мұсылмандар діни басқармасындағы арнайы фәтуа бөліміне де бұл өтінішімізді айтқымыз келеді. Себебі бұл кезек күттірмейді. Еуропа елдері қазір Қытайды қатаң сындап жатыр. Сендер коронавирус туралы ақпарат бермепсіңдер. Бұл біз ойлағаннан да сұмдық екен. Бұл ауадан тарайды екен, адамнан адамға тарайды екен деген сияқты неше түрлі сұмдықтарды айтып жатыр. Күні кеше ғана бір ғана адам инфекцияланды деген елде қазір жүздеген адам өліп жатыр. Оны да кейбір саясаткерлер өздерінің жеке мүддесі үшін жасыруға тиісті деп білгендердің бәрін жасырып жатқан ақпарат. Ал біздің Қазақстанның дәл қазіргі жағдайында енді мен бір нәрсені мысал келтіріп айтайын. Мысалы, қаны салқын, бірмен бірі тым тығыз ыстық қатынаста бола бермейтін мемлекеттерде бұл коронавирустың таралуы баяулау. Ал қаны қызу, бірмен бірі осы топшыл, ұйымшыл, тойшыл халықтардың коронавирусы тарауы тездеу. Және бұл жерде жаңағы гигиеналық салт әдеттері жақсы елдерде тарауы баяулау. Сондықтан біз енді сақтықта қорлық жоқ дейді. Бізде де Құдай жаңағы сөз бар ғой, бүкіл елден бұрыннан келатқан сақтансаң сақтаймын дейді. Тіпті енді мен дін туралы сіздерге айтпасам да білесіздер ғой. Енді ол менің дін туралы айтқаным ұят. Себебі сіздер дінді оқыған адамсыздар. Біз арнайы діни біліміміз жоқ. Бірақ біздің енді үлкендерден естігенімізде біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам ол кісінің екі дүниелігі кепілдендірілген, бұрынғы және кейінгі күнәлар кешілгеніне қарамастан күні түні не үшін намаз оқыды, ертең соғыс болады дегенде не үшін дайындалды, және Құдайға жалбарынып, жаңағы күнде дерлік періштелерден хабар алып, Құдайдан тіке хабар алып отырғанда қарамастан неғып тағы Құдайға жалбарынды, соғыс боларда неғып жаңағы дайындалды, Медине қаласында соғыс боларда неғып ор қаздырды, адамдармен соғыс туралы неге жоспарлады. Осының барлығы, яғни біз бұл дүниеге сынақ ретінде жіберілгенімізді, барлық нәрсенің бізге сынақ екендігін, сондықтан ең сүйікті пайғамбардың өзі жаңағы осы кезіккен сынақтарға дайындалып, оның қарекетін, амалын жасағандықтан, бізде сол кісіден үлгі алып, осының қарекетін, амалын жасайық. Амалын жасап, содан кейін барып, Құдайдан бізді сақта, халқымызды сақта деп дұға қылсақ деп айтамын. Енді мен діни білімім жеткіліксіз болғандықтан, мен сіздерге шариғат туралы айта алмаймын. Сіздер шариғатты бізден миллион есе жақсы білесіздер. Сіздердің шариғи білімдеріңіз біздің білімдерімізден миллион есе артық көп екендігіне білеміз. Бірақ біз сақтанайықша. Осыған сіздер бір фәтуа берсеңіздер халыққа. Мынау мешіттерді карантиндейміз ба, дезинфекциялаймыз ба, стерилизациялаймыз ба, жаңағы зарарсыздандырып, залалсыздандыру жұмыстарын жүргіземіз ба? Жоқ, бізде онлайн жұма оқимыз ба, республика бойынша мүмкін телеканалдардан немесе эфирден таратып,
осыны бір шешімін тапсақ, себебі бір ай немесе 2 ай жұмаға бармағанымыз үшін тұтас қауым кәпір болып кетпеспіз. Алланың мейірімі шексіз, ол жағын сіздер білесіздер. Енді мына мешіттерге ертең жұмада қалың адам жиналады. Оның ішінде жаңағы қандай адамдар бар біз білмейміз. Мүмкін Қытайдың компанияларында Қытайлармен жұмыс жасайтын адамдар, кәрістің фирмаларында Кореядан келгендермен жұмыс жасайтындар, немесе өзіміздің қазақтар Кореядан жоғымданып келген болуы мүмкін. Мынау Ирандар келіп жатқан болуы мүмкін. Жаңағы айтқан тұтас Еуропа елдерімен біздің байланысымыз тығыз. Олардан жоғымданған адамдар келіп жатқан болуы мүмкін. Қысқасы бізде өте қауіпті. Осыдан біраз уақыт бұрын Қазақстан Республикасында тек осы Алматы қаласында 248 Қытай азаматы карантинденіп жатқандығын жариялағанбыз. Ал оңтүстік Кореядан бізге күнде адамдар келіп жатыр, Ираннан келіп жатыр адамдар. Мына өлім өте сұмдық келіп жатыр. Тіпті оны бүгін ертең деп ойлануға келіңкіремейді. Бұл аурудың жылдамдық тарауы адамдардың ойлануының өзіне мұрса бермейді. Сондықтан менің құрметті, сүйікті дін саласында жүрген аға бауырларым, біз ұлт мүддесі жолында біз осы мәселені бір шұғыл түрде кеңесейікші. Мынау шетелдегі үлкен шейхтармен ақылдасыңыздар, ақпарат көздеріңізде назар аударыңыздар. Мынау бізге көп ақпарат аударылып жетпей жатыр. Сондықтан арнайы аудармашы ағылшын тіліндегі, итальян, француз тіліндегі, иран тіліндегі аудармашыларды жинап, бүкіл әлемдегі ең соңғы ақпараттарды жинап отырып бір шұғыл түрде шешім қабылдап, мүмкін болатын болса осы коронавирустың өзіміздің халқымыздың арасында таралуына тыйым салып, тосқауыл салуға бір өз тарапымыздан амалын істесек, қарекетін істесек, қарекетте берекет бар дейді. Енді оның шариғи түсінігін өздеріңізден күтеміз. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Қазақстан Республикасының азаматы, жай қатардағы қарапайым бір мұсылман. Мен осы өтінішімді Қазақстандағы барлық дін саласында жүрген азаматтарға айтамын. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасына айтамын. Қазақстан діни істер комитетіне айтамын. Барлық дін саласында қызмет істеп жүрген барлық азаматтарға айтамын. Барлық мұсылман қауымға айтамын. Мүмкін болатын болса, біз қауіпті сезінейік, ең соңғы ақпараттарды білейік, сөйтіп мешіттерді уақытша жабайық. Уақытша жапқаннан бәріміз кәпір болып кетпейміз. Керісінше амалын, сақтығын істегендігіміз үшін, қарекетін жасағандығымыз үшін Құдайға бір табан жақындай түсуіміз бек мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ. Халқымызды мынау келген, айтып келген апаттан аман сақтап қалу үшін бір шарасын істейік. Сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, бұл үндеуімді жариялаған уақытым 2020 жыл 12 наурыз түскі сағат 12:53. Бәріміз аман болайықшы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, қазағымыз аман болсын. Күллі қазақ халқы, күллі түбір түркі, күллі мұхмин мұсылман аман болсын. Обадан, індеттен, зілзаладан айтып келетін барлық апаттан Құдай сақтасын, жұртымыз тыныш болсын. Сау болайық.